Қолымдағы тағдир сынақлары деп аталған кітаптың атынан белгілі болғандай, әрбір инсанның өзінің тағдиріндегі болған уақиялар, жаслығы, өмірі, соның мазмұнының бәрі сәулеленген кітапта. Бұнда сол туылғаннан басылап өзінің өмірге ұмтылып жасағаны, қанша қиыншылық болса да бәріне шыдам бергені, нәтижеде жүдә жақсы білім алып, жәмиетке, шаңырағына, Әммеге кереклі инсан болып жетісіп, өзінен жақсы ат қалдырған бір инсанның өмірі хақында жазылған кітап деп ойлаймын. Бастан аяқ оқып шықтым. Қиыншылықпен өткен балалығы, білімге ұмтылушылығы, һәм бір жетік қанигер сипатында Москвада оқып білім алған бір инсанның осы дәрежеге жетудегі барлық басып өткен өмір жолы осы кітапта сәулеленген. Дұрыс, өмір жолы тегіс емес. Оның кедір-бұдыр жерлері бар, сынақлары бар. Солардың бәріне шыдам берген адам ғана өзінің артынан жақсы із қалдырып, мақсат мұратына жетіп, перзентлер тәрбиелеп, сондай дәрежеде өмірі өзі дүниеден өтіп кеткеннен кейін давам ететін инсандардың қатарында болады. Міне, кітаптың авторы Зульфия Шамратова қалай етіп жазылғанын, бұл кітаптың қаһарманының өмір сынақларының бәрін сондай дәрежеде келтіріп өткен, оқып отырып сол уақиялардың ішіне кіріп кеткендей боласың. Балалығында бірге жүргендей боласың, оқыған уақытларында білімге құштарлығын сезініп, Әмме осындай білімге құштар болса екен деген бір сезімдер өтеді. Ең басылысы бұл кітаптағы қаһарманның сондай қиыншылықтардың, тағдир сынақларының бәріне шыдам беріп, төтепке беріп, алдына қойған мақсатына жетісуі, һәм соның нәтижесінде бүгінгі күнде жәмиетте өзінің атын қалдырған болып есептелінеді. Міне соның үшін осы кітаптағы уақиялардың бәрі хақиқи тұрмыстан алынған уақиялар болып, адамды өзіне тартатын жүдә мазмұнлы кітап. Ең бір менің итибарымды тартқан жері сол болды. Бұл һәм құрылысшы, һәм кеуіл кешірмелерін қос қатарлармен жазатын, перзенттеріне мехір мұхаббатлы, атраптағы адамдарға жәрдем беретін бір пидай инсан сипатында һәм менің есімде қалған. Менің өзім ауылдас сипатында бұл ағаменен уақытында неге ұшыраспадым екен, жүдә кеуілі әндешеге толы инсан екен деп кейіннен ойлап қойдым. Һәм осы кітап арқылы өзімнің ол адаммен ұшыраспасам да, оның барлық ішкі дебдуін, басып өткен өмір жолын, қиыншылығын, қуанышын, жетіскендігін бәрін осы кітап арқылы көрдім. Демек, әрбір инсан осы біздің Сұлтанмұрат аға тауып алды дептай болып жасаса, өзінің алдына қойған мақсатына жетіп, өмірін давам ететін перзентлерінің арқасында, істеген істерінің арқасында ісімі мәңгі болады деген сөз.